Үйде отырып, осындай көк пияз өсіргіңіз келе ме? Мен сіздерге қалай өсіргенімді көрсететін болам. Видеоны ары қарай көріңіздер. Құрметті достар, мен 15 күн ішінде мынандай көк пияз өсірдім үйде. Біз уже оны жеп жатырмыз. Жылып жатырмыз. Ол өсе береді. Мен сіздерге қалай өсіргенімді көрсетейін. Біріншіден мынандай пакет алдым, қатты пакет. Оны бүктеп осылай жасап алдым. Және пияздарды тек қана басын кесіп алдым. Тамыры қалды. Ең біріншіден дәретхана қағазын аламыз да, мынау пакеттің астына саламыз. Және мына су бұрғышпен сулап аламыз жақсылап. Және мынаны тамырын түбіне қаратып орналастырамыз. Өздеріңіз білесіздер, қыстың күні көкөністің бәрі қымбат. Ал үйде өсіріп, пиязды тамаққа қосып, салатқа қосып, жеп отырғанға не жетсін, е? Міне өстіп, орналастырып қоямыз. Аптасына 2 рет кішкене түбіне су құйып қойсаңыз болады. Мына пакеттің түбі тесік емес, ешқандай тескен жоқпын. Және де аламызда бұны терезеге қойып қоямыз күнге. Өздеріңіз көресіздер, көк пияз өсіп шығады мына нелерден. Видео ұнаса лайк басыңыздар, және комментарий қалдырыңыздар. Және мен арнама тіркеліңіздер. Сіздермен болған Салима Батырбайқызы.